Ассаламу алейкум. Біз сіздермен бүгін хайырлысын Алладан сұрау жайлы намаз немесе дұға. Соны бізде истихара деп айтады. Соның дұғасын және намазын қалай өтелетінін қысқаша айтатын боламыз. Дұғасының оқылуын асықпай оқитын боламыз. Осыған мән бересіздер. Жалпы истихара деген сөз, жаңағы қайырлысын сұрау деген сөздің өзі қаншалықты маңызды. Бұл іс қазір уақытта негізі айналаңызға қарасаңыз пал ашуға барады, немесе жаңағы құмалақ аштырады, немесе тағы бір ісін не істеймін екен деп және көріпкелдерге барады. Әртүрлі былайша айтқан кезде өзінің болашағын адам қатты уайымдаған кезде бір таңдау жасағысы келеді. Сол кезде бір харам жолдарға түсіп жатады және де оны өздері бір ақтап жатады. Енді яғни адамдар бұл нәрсеге негізі мұқтаж, яғни өзінің ісін қайсысын жақсы шешем, яғни немесе бір жаман іске қайсысын таңдасам жаман іске түсіп қалмаймын деген сияқты ойлар қатты мазалайды. Енді соның ең жеңіл түрін, оңай түрін және де оны қалай ислами тұрғыда сай етіп істеуді пайғамбарымыз бізге үйреткен. Әбу Бәкір радиаллаху анхудан жеткен хадисте, егер де пайғамбарымыз бір істі бастамақ болса, немесе бір істі таңдау болатын болса, ол кісі айтатын еді: Аллахумма хирли, яғни Аллахым маған хайырлысын берші. Уахтарли, және маған осы екі ісімнің қайсын жақсы деген соны маған таңдап берші деп. Яғни бұл жерде байқасаңыз екі нәрсе жатыр. Сіз өзіңіздің әлсіздігіңізді мойындап Раббыңызға не жалбарынып жатсыз. Яғни бұның өзі құлшылық. Екіншісіне, сіз сол ісіңіздің барлық себептерін, амалдарын жасайсыз да, нәтижесін бәрібір сіз оның нәтижесі мынау шығады деп нақты айта алмайсыз ғой. Нәтижесін не? Аллахқа тапсырасыз. Раббым осының хайырлысын бер. Бұл не? Тәуекел. Ал Алла Тағала не? Тәуекел жасағандарды жақсы көреді дейді. Тәуекел деген сөз басты қатерге тігу емес, әйтеуір бәлкім не себебін жасап, нәтижесін Аллаға тапсырып және не соған разы болу. Раббым, мен қолымнан кеткен жасадым, енді осының хайырлысын бере көрші, маған дұрысырағын таңдап берші дегендей өзіңіздің мазалап тұрған елу әртүрлі ойыңыз мазалап тұрған нәрсені Аллахқа тапсырасыз. Бұл жерде тәуекел, яғни иманыңыздың бір көрінісі жатыр. Бұл осы қысқаша дұға. Енді бұдан бөлек үлкен дұғасы бар, яғни ұзақ дұғасы бар. Ұзақ дұғасын қазір арабшасын бір оқимыз, кейін мына кириллицамен оқитын кісілер болса тағы шығарып қоямыз, немесе инстаграм парақшасын таба аласыздар. Мен қазір арабшасын бір қарап оқып берем. Аллахумма, немесе үлкейтейін сәл қолайлы болу үшін. Аллахумма inni أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني
Wasrifni an. Waqdur lil khayra haythu kan. Thumma ardini. Осы дұғаны жасап біткеннен кейін соңында өзіңіздің жаңа таңдау жасайын деп жатқан болады ғой, мысалы үйленуге бір қызбен таныстыңыз, сол қыз хайырлы бола ма екен, болмай ма екен, соны білу үшін Раббыңыздан сұрайсыз. Немесе кез келген бір мәселеде жұмысқа орналасайын ба, орналаспайын ба, маған хайырлы ма деген сияқты. Немесе бір оқу орнына түсейін ба, түспейін ба деген сияқты. Соңында соны сұрайсыз. Раббым, осы жерге түсейін деп жатырмын. Маған хайырлы ма, хайырлы емес па деген сияқты. Соған өзің бір белгі берші деп айтасыз. Енді мағынасына келетін болса, жалпы бұны дұға ретінде айтсаңыз болады. Яғни истихара деген тек қана бізде намаз деп түсінеді, кейбір жоқ, дұға ретінде айтсаңыз болады. Тек қана дұғаны айтып, кейін ісіңізді жалғастыра бересіз. Енді санында 3, 7, енді 1 де болады ғой. Енді қаншалықты көбірек айтсаңыз, соншалықты жақсы ғой. Енді 7 рет айтсаңыз, кейбір кезде дұғаны 3 рет қайталаңдар деген сияқты. Сондықтан енді қарайсыз. Ал намаз 2 ракат нәфіл намаз сияқты. Кез келген, оны түнде оқу, жатардан алдын оқу деген сөз жоқ. Кез келген уақытта тұрасыз да 2 ракат намаз оқисыз да. Өйткені Құранда да келеді: Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-салах. Ей иман келтіргендер, егер көмек сұрайтын болсаңдар намазбен көмек сұраңдар, сабырлықпен көмек сұраңдар дейді. Яғни қандай бір мәмілеге түсіп қалсаңыз, намаз оқу және де кейін барып сонымен дұға сұрау, ал истихарадан мына өзінің дұғасын айту, бұл хайырлы. Енді дұғаның өзін қарайтын болсаңыз, уа Аллам дейді, сен білушісің ғой дейді, шын мәнінде барлық нәрсенің білушісі сенсің, сондықтан сен өз іліміңмен маған таңдау жасауыңды сұраймын. Яғни сен білесің маған не хайырлы екен, сол іліміңмен маған хайырлысын таңдап берші дейді. Сен құдірет иесісің, күш иесісің. Ендеше мен саған осы ісімде күш қуат сұраймын. Таңдауым қандай болады екен? Және де сен жомартсың ғой. Яғни мен таңдайын деп жатқан нәрсе маған берекелі болғаным ғой. Сен жомартсың. Маған сол өзіңнің кең пейіліңмен берекетіңді беруіңді сұраймын. Сен барлығына құдіреттісің, ал мен болсам әлсізбін дейсіз. Яғни сіз Раббыңызды ұлықтап, өзіңіздің әлсіз екеніңіз, одан шынымен сұрап жатқандығыңызды көрсету, білдіру керексіз. Және сондай сезіммен сұрау керек. Сен барлығын білесің, ал мен білмеймін ғой. Мен қазір таңдайын деп жатқан нәрсем мүмкін маған хайырлы емес шығар. Мен қазір оны дұрыс деп ойлап тұрғанмен, мен әлі болашағымды білмеймін. Бірақ сен білесің деген. Және сен жасырын нәрселердің бәрін білушісің. Және де бізде фи хадал амр деп келеді арабшасында. Егер бұл іс деп айтамыз. Сол кезде бұл іс деген кезде жаңағы үйренгелі жатқан қызыңыз, немесе таңдайын деп жатқан жұмысыңыз, немесе түсейін деп жатқан оқуыңыз сияқты жер. Яғни осы жер, осы ісім менің бірінші қараңыз. Біз көбінесе дүниелік мақсат қой. Бірақ сол дүниеделік таңдайын деп жатқан нәрсем менің дініме. Және тіршілік осы дүниеме, және ертең ақыретіме хайырлы болса. Және де бұл жерде келтіреді, осы уақытта да, болашақта да, яғни мен оны таңдаймын. Қазір маған ол хайырлы жақсы болуы мүмкін, яғни қазір жақсы болуы мүмкін, болашақта бірақ менің зияныма болып кетеді. Яғни сол кезде сұрайды, яғни болашақта да ол маған пайдалы болатындай болса, онда оны маған нәсіп ет. Және оны маған, яғни сол ісімді жеңілдет. Оны маған нәсіп ет, және мені оны жетуімді маған жеңіл ет. Әрі маған онда береке бер, және оған жеткеннен кейін сол нәрседе маған береке бер дейді. Ал егер бұл іс менің дініме, тіршілігіме, ақыретіме зиянды болса, оны менен алыстат. Яғни ол іске менің оған деген көңілімді алып таста. Яғни оны менен алыс қой. Оған жақындатпа. Және мені одан алыс ет. Ол менен алыс болсын, мен одан алыс болайын. Маған қай жерде болса да хайырлысын нәсіп ет. Хайырлысын Алла Тағала сізге нәсіп етіп тұр. Не дейді одан кейін? Әрі сол маған берген нәрсеңе мені разы ет.
Алла тағала сізге хайырлысын беруі мүмкін, бірақ ол сізге ұнамауы мүмкін да. Ол қалай? Ол негізі сізге бір қиындық келді, бір жаңағындай шығын келді да. Сөйтіп сіз ойлаңыз, ол маған хайырлы емес қой деп. Бірақ Алла тағала сізге ол хайырлы етті. Яғни біз разы болмай жатырмыз. Соңында не дейсіз? Сол маған хайырлысын берген нәрсеңе мені де разы етші дейді. Мені де разы етші дейді. Бұл көп жағдай болады. Алла тағала мүмкін сізге хайырлысын беруі мүмкін, бірақ сіз разы болмай қалуыңыз мүмкін. Өйткені сіз әлі білмей жатсыз оның артында не бар екенін. Мысалы, Мұса пайғамбар мен Хыдыр пайғамбар екеуіне жолға шығады. Сол кезде бір кішкентай қайығы бар, отбасылы адамдар, сол қайықпен ғана күн көретін адамдар сол екі кісіні алып неменің жаңа теңіздің мына бетіне, яғни өзеннің мына бетіне өткізеді. Сол кезде Хыдыр алейхиссалам не істейді? Кемені тесіп қояды. Енді қарасаңыз не? Кеменің зақым келуі негізінде зиян да, зиян. Сөйтіп Мұса алейхиссалам Хыдырға, сен не үшін оны тестің дейді ғой. Яғни бұның артында үлкен хайыр бар дейді. Оны менен сұрама, мен саған кейін айтамын деген сияқты. Сөйтсе, сол өзеннің мына бетіне өткен кезде сол елдің патшасы сау жаңағы кемелердің барлығын тартып алып жатқан екен. Ал жаңағы отбасының кемесін қараса не? Тесік бар. Бұл тесік бар кеме жарамайды бізге, керек емес деп оларын алмай қояды. Ал ана кішкентай тесік не? Оны былайша айтқан кезде кейін жамап алса болатын еді. Ал егер кемесін тартып алса не? Ана отбасы кемесіз қалатын еді. Сондықтан сізге келген кейбір қиыншылықтың артында сізді үлкен қауіптен аман алып қалып жатуы мүмкін. Сіздің бір кішігірім қарызға ұшырап жатуыңыздың артында үлкен бір қарыздан аман қалуыңыз мүмкін деген сияқты. Яғни істің ақырында не болатынын біз білмейміз. Өйткені ол ғайып нәрсе. Алла тағала Құран кәрімде сендер бір жек көрген нәрсе, сендер ұнатпаған нәрсе де хайры болуы мүмкін дейді. Алла тағала сол нәрсеге жақсылық беріп қоюы мүмкін. Және де және сендер бір нәрсені қатты жақсы көресіңдер, бірақ одан не? Зиян болуы мүмкін. Валлаху я'лам, Алла тағала білуші, ва антум ла та'ламун, сендер білмейсіңдер дейді. Негізі адам шынымен де өзіне не хайырлы емес екендігін көбінесе біле бермейді. Сол үшін не? Таңдауды Аллаға осылай байлау керек. Мысалы, кез келген негізі бір қиыншылық дейміз, ұнатпаймыз ғой. Бірақ сіз мысалы таңертең тұрып, тренировка жасауды ұнатпайсыз. Бірақ не? Ол жерде сіздің денсаулығыңыз үшін үлкен пайда бар. Сіз мысалы тәттіні жақсы көресіз, бірақ не? Ол жерде сіздің денсаулығыңызға бір зиян бар да. Сол сияқты нәрсе мысалдар көп қой. Сондықтан біз ұнатқан нәрселерден негізі артында зиян болуы мүмкін. Бірақ біз соны біліп те істеп жатамыз кей кезде. Енді бұл дұғаны оқығаннан кейін көбінесе айтады, түс көресің деген сияқты. Жоқ, түс көру деген нәрсе ол бір шынымен де енді болып жатуы да мүмкін, бірақ міндетті түрде түс көресің деген нәрсе жоқ. Өйткені бұл нәрсе сіз айтасыз дұғаңыз, одан кейін ол істің нәтижесі қалай шығады? Сіз Аллахқа тапсырдыңыз ғой, альхамдулилля. Одан істің нәтижесі қалай шығады? Сіз соған разы болып жүре бересіз. Өйткені Алла тағала шынымен де тапсырған болсаңыз, сізге хайырын береді. Егер бұл дұға сияқты нәрсе ғой енді, қабыл болмауы да мүмкін, яғни сізге хайырлысын бермей қалуы да мүмкін, сынаққа ұшырауыңыз да мүмкін. Ал сынаққа ұшырасаңыз не? Сабыр етіп одан құтыласыз. Омар радиаллаху анху айтады, маған келген нәрселер хайырлы бола ма, немесе маған келген нәрсе жақсы бола ма, мен оны жек көремін бе, әлде жақсы көремін бе, маған бәрібір дейді. Өйткені мен оны жақсы көргенмен болашақта маған ол хайырсыз болуы мүмкін. Мен оны жек көргенмен ол маған болашақта хайырлы болуы мүмкін. Өйткені бәрін білуші Аллах дейді. Сол сияқты Хасан Басрида рахимахулла, егер де бастарыңа бір қиындық келіп жатқан болса, оны жек көріп одан жерімеңдер, яғни қашпаңдар. Бәлкім сол жердеріне үлкен бір сендер үшін есендік, амандық жатқан болуы мүмкін дейді. Сондықтан сіз бұның нәтижесі, истихара дұғасын оқығаннан кейін, намазын оқығаннан кейін нәтижесі қалай болады деген нәрсені оны Аллаға тапсырасыз. Қабыл болуы да, қабыл болмауы да ол Алланың ісі. Бірақ истихара оқыған адам не? Ұтылмайды. Өйткені сіз таңдауын бәрібір Аллахқа тапсырдыңыз да. Ал кімде-кім мен өз ісімді не? Аллахқа тапсырдым десе не? Фауақахуллах сайиат дейді. Яғни Алла тағала оны барлық жамандықтан
сақтап қойды дейді. Яғни шынымен де Аллахқа тапсырған адам ешқашан зиян шекпейді. Екінші, мысалы, жаңағы Яқуб алейхиссалам, Жақып алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам баласынан айырылып қалады ғой. Сол кезде не істейді? Ол кісі де өзінің ісін Аллахқа тапсырады. Иннама ашку бәсси ва хузни илаллах. Расында мен өз уайымымды бәріне Аллахқа тапсырамын, Аллахқа айтамын дейді. Ұлдарына сендер білмейсіңдер деп. Ал бірақ не? Бірнеше жылдардан кейін Юсуф алейхиссалам баласын тапты, Мысыр елінің сондай бір сұлтаны болған халде. Және де не? Көзі көр болып қалған еді, көзі де емделді. Содан Алла тағала, біз асығамыз ғой, Алла тағала ұзақ мерзімде мүмкін сол бір істе сізге үлкен хайыр беруі мүмкін. Пайдалы болсын.